сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін сіздермен осындай әдемі құрақ құрайтын боламыз. Құрағымызды бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біздің құрағымызға көлемі 9-9 болатын ақ матамыздан 12 штук және де көлемі 10-10 болатын ақ матамыздан 2 штук. Сонымен қоса көлемі 9-9 болатын сары матамыздан 5 штук. Көлемі 10-10 болатын сары матамыздан 2 штук. Және көлемі 16,5-16,5 болатын көк матамыздан 4 штук қажет. Енді құрағымызды бастаймыз. Ең алдымен көлемі 16,5-16,5 болатын көк матамызды аламыз. Осының түгіне мән береміз. Әр матаны тіккен кезде түгіне мән береміз. Осыған көлемі 9-9 болатын сары матамызды аламыз. Бұл сары матамыздың біреуін әзірге алып қоя тұрамыз. Қалған төртеуін ортасын сызып шығатын боламыз. Менің қолданып жатқан матам королевский белюр. Сіздер өздеріңіз қалаған кез келген матаны алсаңыздар болады. Осы сызылған сары матамызды көк матамыздың үстіне беттестіреміз. Беттестіріп, осылай тігіп шығатын боламыз. Беттестірген уақытта түгіне мән береміз. Әйтпесе дұрыс тігілмей қалуы мүмкін. Королевскийдің бір но жері осы түгіне мән береміз. Осылай тігіп шығатын боламыз. Тігіп болғаннан кейін артық жерін қиып тастаймыз. Енді осының екінші жанына ақ матамыздан 4 штугын аламыз. Және де бұның да ортасын дәл жаңағыдай сызып аламыз, сары матамызды ұқсатып. Және де осыны келесі бұрышына, екінші бұрышына орналастырамыз. Екінші жанындағы бұрышына орналастырамыз. Сарының жанындағы бұрышына. Осыған орналастырып шығамыз. Және де түзеу сызықпен тігіп шығамыз. Тігіп алғаннан кейін артық жерін қиып алып тастаймыз. Осылай болып шықты. Ендігі кезекте 9-9 ақ матамыздан тағы да 4 штугын аламыз. Және де оның да ортасы сызылған. Осыны сарыға қарама қарсы ақтың жанындағы бұрышқа орналастырамыз. Яғни ақтың жанғы бұрышы, сарыға қарама қарсы бұрыш. Осылай орналастырып тігіп шығамыз.
Тігіп алғаннан кейін артық жерін қиып алып тастаймыз. Мінекей. Сол кезде осындай құрақ блогы шықты. Мінекей. Тігістерін өтекпен бастырып алсаңыздар болады. Ендігі кезекте көлемі 10-да 10 болатын сары матамызды аламыз. Бұның да түгіне мән береміз. Осыған ақ матамызды беттестіреміз. Түгін бір-біріне жатқызып беттестіретін боламыз. Және де ортасын сызып, осы сызықтың екі жағынан түзеу сызық түсіретін боламыз. Тігіс түсіріп болғаннан кейін осы сызық арқылы қиып, екіге бөліп, осындай төрт бұрыштар шығатын болады. Мінекей, осындай төрт бұрыштар пайда болды. Енді осы жаңағы құраған сары ақ матамызды көлемі 9-да 9 болатын ақ матамызға осылай тігіп шығатын боламыз. Мінекей, осылай болып шықты. Енді осыны жаңағы бірінші құрақ блогымызға біріктіріп тігеміз. Мінекей, осылай сары мен сары жапырағымызды келтіріп, осылай тігіп шығатын боламыз. Менің арнама шыққан әрбір жаңа видеоны ең бірінші болып көру үшін, менің арнамды жоғалтып алмас үшін, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңырау жаны баса кетіңіздер. Ендігі кезекте осы шыққан құрақ блоктарымызды бір-біріне біріктіретін боламыз. Ол үшін көлемі 9-да 9 болатын сары матамызды ортасына қойып, осының жан-жағына жаңағы блоктарымызды орналастырамыз. Видеоны мұқият қарасаңыздар, бәрі түсінікті көрсетілген. Мінекей, осылай орналастырамыз. Ендігі кезекте тіккен кезде, бұл құрақты тіккен кезде, мінекей, мұқият қараймыз. Ең бірінші мына бір бұрышының тек жарты бөлігін ғана тігеміз. Мінекей, жарты бөлігін осылай тігеміз. Содан кейін екінші бөлігін тігеміз, одан кейін үшінші бөлігін тігеміз, одан кейін төртінші бөлігін тігеміз. Содан кейін барып жарты тігілген жерді тігетін боламыз. Ең алдымен, мінекей, қараңыздар, бірінші жартысын ғана тігетін боламыз. Бәрі түсінікті көрсетілген, тез-тез жылжығанымен бәрі анық түсінікті көрсетіліп тұр. Мінекей, осылай тек жартысын ғана тігіп аламыз. Ендігі кезекте екінші блогын тігеміз. Осылай барлық блоктарын тігіп шығатын боламыз.
Мінекей ендігі кезекте соңғы мен жартысын тігіп шығамыз. Сол кезде құрағымыз дайын болады. Дайын болған құрағымызды бұл өтекпен өтектеп тігістерін бастырып алатын боламыз. Әр тіккен тігісті өтекпен бастырсаңыздар, құрақтарыңыз әдемі көрінетін болады. Мінекей біздің 4 жапырақты гүл құрағымыз дайын болды. Егер менің құрағым сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сау, саламатта болыңыздар.